Асхат Төлегенов қазіргі заманғы билерді ерекше құлшыныспен билейді. Ол өзін шыңдап, бидің жаңа түрлерін үйрену үшін үнемі түрлі байқауларға қатысады. Ал Алматы Дэнс көше билерінің халықаралық фестивалінде поппинг бағыты бойынша жарысқа қатысып жеңіске жетті. Мен 16 жасымнан бастап қазіргі заманғы бағыттағы билерді билеп келемін. Бала кезінде футбол ойнағанды жақсы көретінмін. Сыныптасымның хип-хоп биін көрген кезде қызығып, би үйірмесіне қатыстым. 8 жылдан бері кәсіби тұрғыда көше билерін үйреніп жүрмін. Үнемі әртүрлі халықаралық байқауларға қатысамын. Алматы Дэнс көше билерінің фестивалінде жеңіске жеткеніме қуаныштымын. Өзбекстан, Қырғызстан және Қазақстан жастары 4 күн бойы Алматы Дэнс көше билерінің халықаралық фестивалінде жарысқа түсті. 5 жас пен 15 жас аралығындағы қатысушылар өнерлерін ортаға салып бақ сынады. Алматы Дэнс халықаралық көше билерінің фестивалі осымен 6 жыл қатардан өткізіліп келеді. Хип-хоп, хаус, крам секілді 10 аталым бойынша қатысушылар додаға түсті. ақш, Франция, Ресей елдерінен келген білікті бишілер қатысушыларға төрелік етеді. Бұл фестивальдің басты мақсаты балалар мен жастардың арасында қазіргі заманғы билердің кәсібилігін арттыру, бір-бірімен тәжірибе алмасуына мүмкіндік алу болып табылады. Алматы Дэнс фестивалінде қазіргі заман билерінің әлемге кең тараған түрлері қамтылды. Батылдың соңғы кезеңінде қатысушылар заманауи бидің стилі мен бағытындағы ерекшеліктерді көрсетті. 200-ге жуық биші бақ сынаған байқауда 20-дан аса жеңімпаз анықталды. Үздік шыққан отандастарымыз алдағы уақытта Қазақстан құрамасында өнер көрсетіп, еліміздің атынан түрлі байқауларға қатыспақ.